Қайырлы күн. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы нөмірі 34-ші Балбұлақ бөбекжайының қазақ тілі мұғалімі Отанова Айнагүл Кеңесқызы боламын. Еңбек өтілім 2 жыл, жас маманмын. Бөбекжайға келгеннен бастап ертегілер елінде әжемнің ертегілері жоба жұмыстарын жүргізіп келемін. Бұл жоба жұмыстары арқылы балалар өздерінің қиял ғажайып әлеміне саяхаттайтын болады. Жалпы жоба жұмысының мақсаты балалардың тілдік, сөздік қорын молайту, ертегілердің мазмұнын түсіну және ертегілер арқылы жағымды, жағымсыз кейіпкерлерді айыра білуі. Бұл жоба жұмысы ұзақ мерзімге құрылған, аптасына 1 рет жүргізіліп тұрады. Әжемнің ертегілері атты балалармен біріктірілген жоба жұмысында тамашалаңыздар. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Балалар, сіздер сұрағанда менің көңіл күйім өте керемет болып көтеріліп қалды. Ал балалар, енді іс-әрекетімізді бастамас бұрын бірінші жылы тілектермен күнімізді ашып алайық, иә? Бірінші жылы тілегімізді дұрыстыққа айтамыз, кейін оны үрлейтін боламыз, иә? Ал мен бастайын. Күніміз жақсы өтсін. Алиясқа. Сабағымыз жақсы өтсін. Денсаулығымыз мықты болсын. Достығымыз мәңгі болсын. Атамыз жақсы болсын. Рахмет, балалар. Осылай жылы тілектерімізді күн сайын айтып тұрамыз, иә? Балалар, менің қолымдағы бұл не? Текше! Балалар, қараңдаршы, бұл жай текше емес, сиқырлы текше сияқты. Біздің алдымызда неше түрлі киломдар берілген, иә? Және оның ішінде әртүрлі ертегілер бар. Қазір текшені лақтырып, қандай ертегі түсетінін көретін боламыз, иә? Ал бастайық. Балалар, қараңдаршы, бұл қандай ертегі? Білеміз бұл ертегіні? Құндылыққа. Иә, балалар, бұл өзіміз білетін қазақтың ұлттық құндылықтары ертегісі, иә? Қазір енді осы ертегі желісі бойынша сабағымызды өткізетін боламыз, иә, балалар? Достар, мынау газетті оқиықшы. Қане, оқиық. Менің түсінігім бойынша Қазақстанда қандай затымызбен әлемге таныс аламыз. Міне, сол нәрсені ұлттық құндылыққа сай шешкен екен. Мысалға біз асықтарымыз. Біз ұлттық ойын ажыратамыз. Міне қазақ даласынан шыққан ұлы адамдар мен батырлар. Бала кезінде біз бен ойнапты. Ал мен қыз адамдарға көз қуат беремін. Қазақтың ұлттық құндылығына мен лайықтымын. Ал мен қызбын, ешқашан ешкінемін. Адамды толтырамын. Ұлттық құндылыққа мен лайықтымын. Ал достар, дастарханмен түспейтін бауырсақпен қалай таласасыңдар? Босқа таласпаймыз. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бәрімізді лайықтымыз. Одан да ақыл сұрап кеуге жүгінеміз. Кімге жүгінеміз? Кім айтады? Анау тұрған көкті бәйтегеге ақыл сұраймыз. Саламатсыз ба? Саламатсыздар бала. Қазақтың екі жақсы жинақ қасындағы ал айта ойындағы құлағым сендеде. Айтатын болсам ақылға сұрақ тірлік. Арамызда кім лайықты? Соны айтыңызшы, біз ренжімейміз. Балдар, қай бөбек айта дейсіңдер? Мен қайтардым. Маған ол тапсырманы ондап беріңдер. Балалар, теледидарға назар аударайықшы. Біздің бәйтерегіміз берген тапсырма бұл қазағымыздың ұлттық ойындары. Қазір шеңберді айналдыру арқылы жасалған ұлттық ойындардың атауын табатын боламыз, иә? Иә, Ұлттық ойындарды білеміз, иә? Жақсы. Күрес ойыны. Балалар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Жарайсыңдар, балалар. Рахмет балаларым. Негізі көп тасаған емес, көпті көрген деген сұра деген бағы. Анау сұраққан бүкіт досына сұрай. Бүкіт, енді не істейміз? Я мен сендерді естіп те көріп тұрмын. Бүркіт, арамызда кім лайықты ұлттық құндылыққа? Бүркіт, сен де лайықтысың. Жоқ, оған қажет емес. Мен деген Қазақстан туында бейнеленгенмін. Соған көмекке жетеді. Мен сендерге айту үшін мына тапсырманы бүгін орындап беріңдерші. Ал бұл балалар, бүркіттің тапсырмасы текемет берілген екен, иә? Текеметті оюмен әсемдейік.
деген текемет пайда болды, иә бізде? Балалар, қараңдаршы, біз текеметімізді қандай оюлармен әсемдедік? Қандай оюлар бар біз білетін? Қошқар мүйіз. Мынау қандай ою? Қасым ойын оюы, иә балалар? Қазақ халқымыздың ұлттық оюлары. Нағайсыңдар, мен тапсырмамды орындадыңдар. Меніңше қазақтың ұлттық құндылығына барлығын лайықсыңдар. Сол болсын менің түгелерім. Балалар, бүгін біз қай ертең желісі бойынша іс-әрекетімізді өткіздік? Дұрыс балалар, қазақтың ұлттық құндылықтары ертегісі желісі бойынша біздің іс-әрекетіміз болды, иә балалар? Сіздерге ұнады ма? Бүгін біз не ұғындық іс-әрекетімізден не түсіндік? Не түсіндік? Қазақтың ұлттық құндылығына кім лайықты? Иә, кім лайықты екен балалар? Барлығымыз лайықты екенбіз. Балалар, сіздерге бүгін іс-әрекетіміздің қай тапсырмасы ұнады? Маған деген Ою қойғанымыз ұнады, иә? Текемет маған деген. Айта ғой, Айша. маған деген мына ертегі ұнады айтқан. Ертегіні сахналағанымыз, айтқанымыз ұнаған екен, иә балалар? Балалар, менің қолымда бұл өзімізді бағалайтын парша, иә? Бұл не суреттер? Домбыра, дұрыс балалар. Домбырада 1-ден 10-ға дейін сан берілген. Біз сан танимыз ғой, иә? Өзіміздің бүгінгі өткен іс-әрекетімізді 1-ден 10-ға дейін бағалайтын боламыз. Балалар, бүгінгі іс-әрекетіміз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.